Кейде аспанға қарағанда ол неге көк түсті деп ойлайтын шығарсыңдар. Күннен шыққан жарық ақ болып көрінгенмен іс жүзінде онда кемпір қосақтың барлық түстері бар. Ақ жарықты призма көмегімен түстердің толық спектріне жіктесек, бұған көз жеткіземіз. Әр түсті жарықтың толқын ұзындығы әртүрлі. Қызыл жарық көрінетін жарық ішіндегі ең ұзын, ең баяу толқынға ие, ал күлгін жарықтың толқыны ең қысқа әрі ең жылдам. Жер атмосферасындағы ауа газдардан, негізінен азот пен оттегінен тұрады. Бұл газдар бір-бірінен қашық орналасқан кішкене молекулалардан құралған. Көк және күлгін жарық толқындары қысқа болғандықтан, олар ауа молекулаларына жиірек соғылып аспанға шашырайды. Бірақ егер көк және күлгін жарық ауада көбірек сейілсе, онда аспан неге күлгін емес? Біріншіден, күн сәулесінде күлгін жарық көк жарықтан аз, және екіншіден, біздің көзіміз күлгін түске қарағанда көк түске сезімталдау, сол себепті аспан бізге көк болып көрінеді.